Құрметті оқушылар, өткен сабағымызда қос шотты дебет кредитті корреспонденциямен аяқталғанбыз. Енді бастапқы құжаттар дегеніміз не? Олар шаруашылық операцияның жасалғанын растайтын қаржы министрлігінің 21.06.2007 жылғы 216 бұйрығымен бастапқы есеп құжаттарының формалары бекітілген. Мінекей, оған не жатады? Еңбек және жалақы есебі туралы, негізгі құралдар есебі жасайтындар, түгендеу және нәтижесін есебі, кассалық операциялар есебі, олар бәрі құжаттар. Материалдық емес активтар есебі, биологиялық активтар есебі, бұлар жағындегі, бұлар да қаржы министрлігінің бұйрығымен бекітілген. Қосымша түрлері көрсетіледі. Тиісті құжаттар бойынша қатталған бірде-бір жазба бухгалтерлік есепке кіргізілмейді. Бастапқы құжаттар бухгалтерлік есептің тіркемелерінде жинақталады. Егер де сенің бухгалтердің жаңалдегі жұмысының нәтижесі бастапқы құжаттар. Құжатсыз ештеңе істей алмайды бухгалтер. Ештеңе корреспонденция, дебет, кредит ештеңе істеуге болмайды. Өйткені оны дәлелдейтін астында бастапқы құжаты болу керек. Мысалға, кәсіден айлық алса, ведомство болады. Әйтпесе жаңалдегі расходный ордер, кәсіге ақша салсаң, приходный ордер, кіріс ордері, ақша алсаң, шығыс ордері болады. Солар толтырылады. Мінекей сосын кейін накладной, шығыс жаңалдегі шот фактурасы. Осылардың бәрі бастапқы құжаттар болып есептеледі. Бұғарлық есеп пен қаржылық есептің туралы Қазақ Республикасының заңына сәйкес дара кәсіпкерлер мен ұйымдар бастапқы құжаттарды қағаз немесе электронды жеткізілімдерді, бухгалтерлік есеп тіркемелерін, қаржылық есептілікті, есеп саясатын, есепке алу деректерін электронды өңдеу бағдарламаларын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген кезең ішінде сақтауға міндетті. Міне бастапқы құжатты дегеніміз осы. Одан ары қарай енді түгендеу. Түгендеу деген не? Түгендеу деген дара кәсіпкер мен мекемелердің барлық мүлкін бар жоғын түгендеу. Вот міне түгендеу дегеніміз. Бухгалтерлік есеп құжаттарында мәліметтерді сақтау орындарындағы қорлардың, ақша қаражаттың, негізгі құралдардың, құрал жабдықтардың нақты көлемімен салыстыру арқылы жүргізіледі. Дебиторлық және кредиторлық берешектерді түгендеу, берешектер сомасын субъектілерінің бухгалтерлік есебін қарыздармен салыстыру арқылы жүргізіледі. Мысалы, түгендеудің кезде не істейді? Подотчетный адамнан, жауапкершіліктегі адамнан отчет алады. Сосын кейін ешкімге берешек, алашақ берешегім жоқ деп қолына қағаз алады. Содан кейін барып, оны тексеріп түгелейді. Енді онан кейінгі тақырып бағалау. Барлық шаруашылық құралдарды бір өлшеммен ақшалай түрде бағалауға тиіс. Осы үрдісті бағалау деп атайды. Енді есепкі өлшемдердің мынадай түрлері бар. Натуралдық өлшемдер. Килограмм, метр, дана, метр куб, тағы. Қорлардың, негізгі құралдардың, тауарлардың, дайын өнімдердің есебін жүргізу кезінде қолданылады. Енді еңбек өлшемдері. Еңбек ақы есептегенде қандай өлшемде қалады? Сағат, күн, ай, жыл, тағы сондай. Жұмыс жасауға жұмсалған уақытты өлшеу үшін қолданылады. Еңбек ақының өнімділігін, тапсырыс нормаларын есептеген кезде пайдаланылады. Ақшалай өлшемдер жиынтығында көрсетеді. Онан кейін калькуляция. Калькуляция дегеніміз не? Шығынды өлшеу тәсілі. Әртүрлі шараларға байланысты шығындар сметасын, өнім өндірудің калькуляциясын жасау, өзіндік құнын жасайды.
Мысалы, бір өнім өндірген кезде оған не нәрсе кетеді? Материал кетеді, қосалқы нәрселер кетеді, су кетеді, жаңағыдегі жанармай, жағармай кетеді, электр энергиясы кетеді, тағы сондайлар не қылып бәрін қосып, жаңағыдегі өнімнің өзіндік құнын шығарады. Соны жаңағыдегі соны калькуляция дейді. Кейін сату бағасын қояды, сөйтіп өнімді ары қарай сатады. Онан кейін бухгалтерлік баланс. Есептелуге жататын дүниелердің барлығы екі жақты қаралады. Біріншіден есепке алынатын нысанның түрі, екіншіден оның қай көзден есебінен сатып алынғаны. Осындай баланстық тәсіл қолданыста бухгалтерлік есептің негізі болып саналады. Ұйымның балансы актив пен пассив деп аталатын екі бөлімнен тұрады. Қысқартып айтсақ, актив ұйымның байлығы, айтқанбыз өткенде. Активте есепке алынатын нысандар шаруашылық құралдар, ағымдағы бағамен, ал пассивте оларды сатып алу көздері жазылады. Осы жиынтықтардың мөлшері валюта балансы деп аталады. Баланс деп аталады. Екі жағы жаңағыдегі тең болу керек. Дебет баланс, кредит баланс, актив, пассив. Екеуі тең болу керек. Өйткені бухгалтерияда екі жақты жазу. Баланс тиісті мерзімге сәйкес айдың, 90-ның немесе жылдың басында жасалынады. Баланс жасалған сәтте шаруашылық қорларының жағдайын анықтап көрсетеді. Олардың тұрақты түрде өзгеріп, үнемі қозғалыста болады. Осы қозғалыс екі жақты жазу арқылы шоттарда көрсетеді. Бастапқы сәлде баланстың, онан кейін айналым, қаражаттың айналымы, тауарлардың айналымы бір-бірімен. Кейін соңғы жаңағыдегі қалдық сәлде дейді. Міне осыны балансқа түсіреді. Баланс дегеніміз мекеменің қал жағдайын білдіретін есеп құжаты. Осымен жаңағыдегі бүгінгі нені аяқтаймыз. Қазір жаңағыдегі не берем? Жаңағыдай есеп не берем, сұрақтар берем.